Бүгін ауа райы қандай? Тамаша! Көңіл-күйіңіз қандай? Тамаша! Өте жақсы. Ендеше осындай тамаша көңіл-күймен балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастайық. Балалар, мен сіздерге қазір жұмбақ жазсам, сіздер мұқият тыңдап, маған шешуін дұрыс табасыздар. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Жұмбақтың шешуі не? Тамаша, жарайсыздар балалар. Жұмбақтың шешуі көл екен. Балалар, осы отырған топ бойынша бірінші топ сіздер аққу тобы боласыздар. Екінші топ сіздер көл тобы боласыздар. Үшінші топ сіздер жаз деген топ боламыз. Келістік пе? Балалар, алдымызда көл деген кластер тұр. Сол бойынша кластер бастаймыз. Балалар, жиғандатып маған сұраққа жауап берейінші. Көлде не тіршілік етеді? Балалар! Тамаша, жарайсыздар. Өте жақсы. Көлдің суы қандай болады екен? Өте жақсы, тамаша. Келесі балалар, көлдің жағасында не өседі екен? Сосын? Дұрыс айтасың, сосын тағы не өседі? Дұрыс айтасыңдар. Ал аққу ұяны қайда салады? Қамыс, жарайса, тамаша қамыс өседі екен. Енді тағы бір сұрағым бар балалар. Қандай құстар болады? Тамаша. Өте жақсы балалар. Өте жақсы. Жарайсыздар. Балалар, ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы көлде деген тақырыптар екен. Жылдар дәптеріңізді ашып бүгінгі жазылайық. Мамырдың 12-сі, Сәкен Сейфуллин, көлде. Жазып болса, балалар, бәріміз оқулығымызды ашайық. Оқулықты Сәкен Сейфуллиннің көлде деген мәтіні бар. Мәтінді оқымас бұрын бәріміз қолымызға қарындашымызды алып алайық. Жылдап түртіп алу әдісімен мәтінді мен сіздерге оқимын. Сіздер таныс емес сөздер болса түртіп аламыз. Келістік пе? Ал, бастайық. Мұқият тыңдаймыз. Көлде. Көл ортасында қалың жасыл ала қамыстың айналасы, айнадай жалтыраған кең жайқын. Сол жайқында әппақ болып шаңқиып, екі аққу сыланады. Ақырын, әсем жүзіп көлеңдейді. Екі аққу ұзын сұлу мойындарын иеді. Көл ортасында сыңқылдайды. Әппақ денесін күміс суға төсейді. Күміс судың айнадай мөлдірін шымырлатып сызады. Екі аққудың нәзік, сұлу үні сұңқылдайды. Балалар, мәтін не туралы екен? Көлде нелер жүзіп жүр екен? Аққу не жеу екен? Өте жақсы, жарайсыздар. Балалар, енді мен сіздерге қазір мына бастарыңызға қалпақты кигізген оқушы жылдамдатып мәтінді оқиды. Келістік пе? Алған екен. Көл ортасында жалын жасыл ала қамыстың айналасы айнадай жалтыраған кең жайқын. Жақсы. Даусыңыз қатты шығар екен балалар? Естілмей жатыр. Сол жайқында аппақ болып шаңқиып екі аққу сұңқылдайды. Ақырын әсем жүзіп көлеңдейді. Тамаша. Екі аққу ұзын сұлу мойындарын иеді. Жарайсың. Көл ортасында сыңқылдайды. Жарайсың. Ильяс келеді. Аппақ денесін күміс суға төсейді. Жарайсың. Күміс судың айнадай мөлдір шымырлатып
Сызады. Өте жақсы балалар. Біз сіздермен мәтінді оқып шықтық бәріміз, иә? Мәтін, балалар, не туралы екен? Жаңа айттық, көл туралы екен. Көлге барып көргендеріңіз бар ма? Барып көрдіңіздер ме? Айта қояйық. Қайда барып көрдіңіз? Айта қойыңыз. Жарайсыз, Алакөлге барып көрген екен. Өте жақсы. Тағы да басқа көлге барып көрген балалар бар ма? Сабинамен болдым. Сабинамен бірге бардың ба? Жарайсың, тамаша. Өте жақсы балалар. Балалар, жаңа біз мәтінді оқыған кезде таныс емес сөздер кездесті ме? Иә. Балалар, жайқын деген сөз бұл жерде балалар көл деген мағынаны білдіреді. Жайқын дегеніміз балалар көл. Көрдіңіз бе балалар? Жайқын дегеніміз қандай мағынада екен? Көл екен. Жарайсыздар балалар. Балалар, енді бәріміз топпен жұмыс орындаймыз. Алдымызда постер бар. Кәнеки, постерімізді ашайық. Жылдамдатып ашайық. Бірінші топ сіздерге мәтіндегі аққудың сипатына қатысты сөздерді тап. Аққуды сипатта. Жылдам жазайық бәріміз болыңыздар. Ал екінші қатар сіздерге мәтіндегі аққудың қимылына қатысты сөздерді тауып тұр. Көл туралы мақал мәтел жаз. Ал жылдам орындайық балалар, жылдам топтасып жылдам мәтін мен суретті салыстыр, суреттегі көріністі сипатта. Қанеке тұрайық, бәріміз отан жақындайық. Тек балалар тыныштық сақтаймыз, жылдамда ақылдасып, ойланамыз, талқылаймыз. Жазайық, қаламдарыңызды алыңыздар, қарашығы, фломастермен жазыңыздар, пост немесе стикерге жазып жатсыздар. Бір, екі, үш. Жарайсыздар, тамаша бала дайынсыз ба? Дайын болса, бірінші топтан кім шығады? Алайын қағаздарын мақшына қой. Айта қойыңыздар. Аққу суы қосылып, қамыстың ішіне ұясын салады. Аққу суы нәзік қос, аққу күлде сырғып жүзеді. Оның аспанын көтерілетін өте әдемі. Иә, дұрыс айтасың, иә? Балалар, аққудың аспанға көтеріліп ұшқаны өте әдемі көрініс дейді. Балалар, өте жақсы орындадыңыздар, өте жақсы отыра қойыңыздар. Қол соғып қояйық қанеке. Екінші топтан кім келеді? Келе қойыңыздар, жылдам жатып. Ал, келе қояйық. Айта қойыңыз. Аққу өте нәзік суы құс. Ол өте көрікті, әдемі. Сіз де аққу туралы айттыңыз ба? Ал көл туралы айту керек бізге. Сабина айта қойыңыз. Көл туралы мақал мәтел. Бұлаққа бұлақ қосылса егіз, көлге күл қосылса теңіз. Тау бұлағымен көрікті, күл құрағымен көрікті. Өзен күлге, күл елге құяды. Дауысын қатты шығарып. Болды ма? Өте жақсы балалар. Тағы да көл туралы мақал мәтел білеміз бе? Кім біледі? Жанайым айта қойшы, қандай мақал мәтел білесің? Айта қой, сол отынды тұрып айта қой. Адам қатесіз болмас, көл бақасыз болмас. Өте жақсы, отыра қойыңыздар. Тамаша, отыра қойыңыздар. Рахмет. Үшінші қатар келе қояйық. Үшінші топ келе қояйық. Оқы, тезір. Оқпайды. Аққудың тегінде көл бар. Көлдің айналасы жасыл желекке айналған. Бұлай деп айтам. Айтам. Алып айта қойшы. Тез айта қой. Көлдің айналасы жасыл желеске айналған. Таза мөлдір көлдің суына аққулар жүзіп жүр. Өте жақсы, тамаша. Отыра қойыңыздар. Жақсы. Келесі кезекте балалар, артық болмас білгенін айтарына балалар, мен сіздерге мектебіміздің жаратылыстану пәні мұғалімі Аягөз апайымызды шақырдым. Аягөз апайы бізге көл туралы айтып береді. Мұқият тыңдайық. Саламатсыздар оқушылар. Оқушылар, көл дегеніміз табиғатта кездесетін суға толы шұңқырды айтамыз.
көлді біздер 3 топқа бөлеміз. Шағын, ірі және жасанды деп. Шағын дегеніміз ол біздерде кішкентай деген мағынаны білдіреді, яғни жер алатын көлем жағынан кішкентай көлдерді біздер шағын көлдер деп айтамыз. Ал жасанды дегеніміз су тапшы жерлерде, су аз жерлерде адам өз қолымен көл жасайды. Яғни осыны жасанды деп атаймыз. Ал ірі дегеніміз оқушылар, бұл жер көлемі жағынан үлкен көлдерді айтуымызға болады. Және де бұл үлкен көлдерде үлкен кемелер жүзіп жүреді. Оқушылар, әлем бойынша ең үлкен көл Каспий көлі, бұл біздің еліміздің территориясында орналасқан. Біздер көбіне бұны Каспий теңізі деп атаймыз. Бірақ бұл біздерде әлем бойынша ең үлкен көл бұл есептелінеді. Яғни бұл біздерде тұйық көлдердің қатарына кіреді. Яғни тұйық көл дегеніміз бұл материктің, яғни құрғақ континенттің ішінде орналасқан ешбір теңізбен немесе мұхитпен байланыспайтын суларды тұйық сулар деп атаймыз. Яғни соның ішінде біздің Каспий көліміз тұйық теңізге жатады. Рахмет, апай. Көп рахмет сізге. Енді балалар жұптық жұмыс. Мен сіздерге екі адамға бір-бірден мынандай сәйкестендір деген тапсырма беремін. Екі адамнан бірігіп орындаймыз. Екеумізге жылдамдатып балалар тапсырманы орындайық. Бәріміздің алдымызда сәйкестендіру тесті бар. Ендеше жылдамдатып жұп болып сәйкестендіру тестін орындап жіберейік. Қанекей, уақыт кетті. Ал жақсы. Кім айтады? Бірінші топ. Қанекей. Кім айтады? Бірінші топты айтасыз ба? Кім айтады? Айтады, жаншылай айтады. Аталығы сапар. Балалар, аталығы сапар дейді, дұрыс па? Дұрыс. Балапаны оқи ғой. Көгілдір, дұрыс па? Дұрыс. Аққудың мойны қалай аталады екен? Сұңғақ. Жарайсыңдар, тамаша балалар, өте жақсы. Бәріміз қатесіз орындаппыз. Балалар, енді сеңгірейін. 5 жолды өлең құраймыз бәріміз. Маған тақтаға бір бала келіп сеңгірейін құрақ беру керек. Кім келем дейді тақтаға келіп. Ал балалар, сеңгірейін. Сабина жазып болғанша, орнымыздан жазып болған балалар бар ма екен? Кім бар? Қанекей. Ал оқи ғой едіне, сіз етіп оқи ғой. Арыстан азулы айбатты, ырылдайды, ақырады, қорқытады. Арыстан азулы жабайы жыртқыш. Өте жақсы, жарайсың, тамаша. Ал мұрагер оқи ғой. Жылқы жақсы, аса жүгірді, шапты, тепті, жылқы өте әдемі жануар. Өте жақсы, тамаша. Тағы да кім? Кім оқиды? Бағдәулет оқи ғой, жылдан. Аққу, әдемі көрікті, құпияды, жүреді, ұшады. Аққу өте әдемі құс, сұлулық символы. Сұлулық символы, өте жақсы. Синонимі қандай тамаша жазылады. Ал Сабинаны тексеріп жүрейік балалар. Аққу, нәзік сұлу дейді, жүзеді сыңқылдайды, ұшады дейді. Аққу көлде жүзіп жүр. Аққу құс дейді, дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Сіздердің топтарыңыздан Сәбин оқи ғой, жылдам. Бар ма? Тез оқи ғой. Бар ма? Дайын ба? Дайын емес па? Кімде дайын? Дайын емес па? Ал, Жансай оқи ғой, жылдам. Тезірек. Ойнайды, жүгіреді. Менің күшігім өте секунды. Күшік туралы жаздыңыз ба? Жақсы. Жарайсыздар балалар. Тамаша. Біздің бүгінгі өткен көлде деген мәтіннің авторы кім екен балалар? Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин туралы кім не біледі? Қанекей айтайықшы. Жылдамдатып қанекей Бағдәулет айта ғой. Бағдәулет. Кім ол? Драматург. Жарайсың, тамаша. Тағы да кім ол? Сәкен Сейфуллин деген. Жазушы. Тағы да. Жақсы. Тағы да. Сәкен Сейфуллиннің айта ғой. Сәкен Сейфуллин 1894-15 қазанда туған. Өте жақсы, жарайсың. Қайда туған? Шет ауданы Қарағанды облысы. Өте жақсы, тамаша балалар. Өте жақсы, жарайсыздар. Балалар, сонымен Сәкен Сейфуллин кім екен?
Жарайсыздар. Ол қайда туған? Жарайсыздар. Шын есімі кім екен? Өте жақсы. Қандай шығармаларын білеміз? Сәкен Сейфуллиннің қандай шығармаларын білесіз? Көкшетау. Иә, домбыра. Тағы да. Иә. Желіс. Иә, жарайсыңдар. Жақсы. Сәкен Сейфуллин қандай адам болған? Қараңыздаршы, ол ақын болған, ол драматург болған, ол жазушы болған, ендеше ол қандай адам болған екен? Қоғам қайраткері, сонымен қоса қандай адам болған? Қандай қасиет болған? Дарынды адам болған екен. Жарайсыздар балалар, тамаша. Енді балалар, бір ауыз сөз қанекей. Балалар, бүгінгі сабағымыз туралы кім айта қояды? Бүгінгі сабағымыз ұнады ма сізге, ұнамады ма? Қанекей. Bir ауыз сөз. Бүгінгі сабақ маған ұнады. Мен бүгін аққу туралы білдім. Өте жақсы. Жаншырайық жылдан. Сабақ ұнады ма, ұнамады ма айта қой? Не ұнады? Айта қой. Даусын қатты шығарсайшы, естілмейді. Маған аққу туралы ұнады. Жақсы. Бағдәулет айта қой. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Өйткені көл мен аққу туралы көп мәлімет алдым. Иә. Жаратылыстану апай сіздерге тағы да мағлұмат айтты. Сәкен айта қойшы. Бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнаған жоқ па? Жылдамдатып айтайын. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Себебі бүгін Жаратылыстану апа келіп бізге Каспий теңізі туралы айтты. Өте жақсы, жарайсың. Енді айта қойшы, бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнаған жоқ па? Бүгінгі сабақ маған ұнады. Мен көл туралы көп мәлімет білдім. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Мен сіздерге ризамын. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатысып, 5-тік баға 10 балл алған оқушылар Сабина, Бағдәулет, Енияз, сосын мына жерде кім? Жанайымға 8 ұпай қоямын мен, Жомарт сізге де 8 ұпай қоямын, Сәттің сізге де 8 ұпай. Жансая сіз бүгін көп қатыспадыңыз, 7 ұпай аласыз. Жомарт сізге 9 ұпай қоямын. Амина сізге 6 ұпай қоямын. Осымен сабағымыз аяқталды. Жарайсыздар.